кейбір аналарды көрсең, расында жан ашитындай жағдай болып жатыр. Қартайған, бетін әжім басқан, белі бүкірейген, өзінің төсегінен өзі бұрынғыдай атып тұрып, ойындағыдай жүріп кетіп, баспалдақтан түсіп кетіп, алысқа бару, ондай жағдай жоқ. Оны баспалдақтан түсуіне, тұрып қимылдауына бір адам көмекші қажет болып қалған. Бірақ 5-6 бала тәрбиелеп өсірген жарықтық аналар жанына көмекші таппай отқан аналар бар. Қараңызшы, кішкене артқа қайтып көрейік. Мына жігіттер, қолында ата-анасы бар жігіттер, кішкене артқа қайтыңызшы. Сіз кішкентай кезіңізде анаңыз қалай еді? Сен жығылсаң, жүгіріп келіп сенің орнынан көтеретін. Сенің үстіңді сен емес, анаң қағатын. Бұтыңды бұлғасаң, анаң тазалайтын. Аузыңа нанды өз қолымен салатын. Сен ауырсаң, ұйықтамайтын. Сен күлсең күлетін, сен жыласаң жылайтын. Сол кезде қазіргі аналар, мысалы, кішкентай балдарын өсіріп отыр, 4-5 баласы бар. Ешқайсысын өскеннен кейін мынау маған иттік істейді деп ойламайды. Бірақ сен сол анаңның жас кездегі осы бала өскеннен кейін мені Құдай қаласа жүзімді жерге қаратпайды, мені бағады деп үміттенді ғой. Үмітін ақтасайшы үмітін. Талай аналар 60, 70, 80-ге келіп, әлі күнге шейін мына балам адам болар ма екен, болмас па екен деп уайымдап отыр.